Сәлем достар, эфирде мен Камила. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай тамаша, керемет болып шығатын, әрі оңай дайындалатын сүтті қыз, яғни молочный девушка тортын бірге әзірлейтін боламыз. Менің видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп, пікір жазып кетуді ұмытпаңыздар. Барлық рецебін описанияға және видео барысында көрсететін боламын. Ең алдымен бізге қойытылған сүт қажет болады, яғни сгущенка. Сгущенкамызды ыдысымызға құйып, 4 дана жұмыртқамызды сгущенканың үстіне жарып, бірге араластырып аламыз. Сүттің қоюлығына мән берген дұрыс. Қаншалықты қою сүт болса, соншалықты жақсы. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне ұн саламыз. Ұнымыз бізде 280 грамм. Егер сіздерде таразы болмаса, кесемен өлшесеңіздер болады. Кесені толтырмастан бір кесе ұн салып араластырасыздар. Оның үстіне қопсытқыш салып жіберу қажет. Араластырып жатқан кезде миксермен ұн шашырап кететін болғандықтан қолымызбен араластырып алып, сосын барып миксерлеген ыңғайлы болады. Міне видеодағыдай етіп араластырып аласыздар. Бірінші миксерді қоспай жатып, соңынан барып миксермен араластырған дұрыс. Сонда ұнымыз шашырамай, таза болып шығады. Тестамыздың ішінде ұнның түйіршіктері қалып қоймау керек. Таза біркелкі болғанша араластырып аламыз. Міне біздің 4 затпен тестамыз дайын болды. Енді формаларға құямыз. Форма менде 240 диаметрін алдым. 24 диаметрлігін алдым. Пищевой қағазға диаметрін сызып алып, үстіне біртіндеп құйып шығамын. 7 немесе 8 теста шығу керек. Диаметрін кішкентай қылсаңыздар, одан да көп теста болып шығады. Міне осылай лопатканың көмегімен немесе қасықтың көмегімен жұқа етіп, бір келкі етіп жайып шығу керек. Барлығын солай дайындап болғаннан кейін 180 градуста 3-5 минуттың ішінде пісіріп аламыз. Қатты пісіп кетудің қажеті жоқ. Менде барлық корждарын пісіріп боламын дегенше кремін жасай беремін. Креміне маған творожный сыр, 100 грамм қант ұнтағы және сливки керек. Бұлар міндетті түрде салқын жерде тұрған холодильниктен алынған болу керек. Қант ұнтағы мен творожный сырды бірінші жақсылап араластырып аламын. Араластырып болғаннан кейін үстіне 33% сливкиді құятын боламын. Бұны да жақсылап араластырып, шамамен 5-6 минуттай араластыру керек. Крем өзінің формасын жоғалтпайтындай болғанша араластырамыз. Сол кезде бізде тортымызда жақсы тұрады. Міне өзінің формасын жоғалтпай тұр. Қалай алсаңыз, солай тұрады. Сол кезде формасын жоғалтпайды деген сөз. Және бір тәсілі, ыдысымызды төңкеріп көргенде, ағып кетпеген кезде де. Міне менің корждарым дайын. Осыны біртіндеп жинап шығамын. Мен осындай формамды қолдандым. Осының ішіне біртіндеп салып, жинайтын боламын. Видеодағыдай етіп, жинап шықсаңыздар болады. Егер сіздерде форма болмаса, просто так жинап шыға бересіздер. Әр қайсының арасына, әр корждың арасына 2 немесе 3 қасықтан салып шықтым.
Менде барлығы 7 корж болды, өйткені менде диаметрі үлкен диаметр болған соң. Міне мен барлығын жинап болдым. Мен бір жерге асығыс болғандықтан бірден формадан шешіп алдым. Ал сіздер асығыс болмасаңыздар, дәл осы күйінде бетіне пищевой пленканы жауып, холодильникке жарты сағатқа қойып барып, сыртын оформлениесін жасасаңыздар болады. Қалған кремдерді жағып, тегістеп шығамыз. Және сәндік үшін мен вафельник коржды пайдаландым. Бұны кондитер дүкендерден алсаңыздар болады. Міне осы вафельник корж деп аталады. Жан-жанына әсемдеп шықтым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша басқа нәрсемен де әсемдесеңіздер болады. Үстіне шоколадпен жазулар жазып, туған күнге немесе отырыстарға жасап барсаңыздар, өте тамаша биік торт болып шықты. Менің видеом пайдалы болды деп ойлаймын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Жасап көріңіздер сіздер де. Менің видеом ұнаса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып, қоңырауша батырмасын басып қойсаңыздар болады. Менің каналымнан көптеген тәттілер, ас мәзірлері және де салаттар түрлерін көре аласыздар. Астарыңыз дәмді, өмірлеріңіз мәнді болсын. Сау болыңыздар.